Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы экологиялық сауаттылық. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Дамыту, ықпалын тигізу, төмендеуде, өзгерістерге ұшырау, шөлейт, топырақ, бөліну, салғырт қарау. Жазылым тапсырмасы, екінші тапсырма. Кептеліс, ластану, сауатты, мәселе сөздерін түрлендіре отырып, септі үлгіге назар аударамыз. Атау септік түтін, берілген сөз түтін. Ілік септік түтіннің, барыс септік түтінге, табыс септік түтінді, жатыс септік түтінде, шығыс септік түтіннен, көмектес септік түтінмен. Берілген сөздер арқылы дәл осылай септеп шығамыз. Дескриптор кестесіне назар аударайық. Кептеліс сөзін септейді 1 балл, ластану сөзін септейді 1 балл, мәселе сөзін септейді 1 балл, сөздерге септік жалғауды дұрыс жалғайды 1 балл, сауатты жазады 1 балл. Үшінші тапсырма, жазылым оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқы, сұраққа жауап бер. Мен экология туралы шығарма жаздым. Шығармада экологияның зардаптарын мысал арқылы дәлелдеп жаздым. Қазақстан экологиясын сақтаудың жолдарын ұсындым. Берілген сұрақтар. Қазақстан экологиясын сақтау үшін ол қандай сөйлемдер жазды деп ойлайсың? Өз нұсқаңды жаз. Төртінші тапсырма. Тыңда, мәтінді оқы. Досым, халің қалай? Бүгін теледидардан өте маңызды хабар көрдім. Ол хабар маған ерекше әсер етті. Сондықтан саған хат жазып отырмын. Сенімен ой бөліскім келді. Өйткені еліміздің болашағы біздің қолымызда. Біз экологиялық сауаттылық туралы не білеміз? Оны біз қоқыстарды қалай болса солай тастамау деп түсінеді екенбіз. Бүгінгі хабарды көріп, мен өзімнің экологиялық сауаттылығымның төмен екенін түсіндім. Мен шын мәнінде осы мәселе туралы терең ойланбайды екенмін. Қазіргі кезде ғылым мен техника дамып келеді. Бұл даму биосфераға тікелей ықпалын тигізуде. Жер шарындағы экологиялық жағдай күн сайын төмендеуде. Байқайсың ба, еліміздің табиғаты да бұрын сонды болмаған өзгерістерге ұшырауда. Көптеген аймақ шөлейттеніп, топырақ тозып, су қоры тартылып жатыр. Атмосфераның ластанып, ормандар сиреді, табиғат бүлініп жатыр. Тіршілігімізге қатер төндіретін қауіпті табиғи құбылыстар мен өнеркәсіп апаттары да жиілей бастады. Улы қалдықтардың жинақталуы қоршаған ортаға зиян тигізіп отыр. Қазіргі кезде адамзат алдында тұрған аса күрделі экологиялық мәселе қоршаған ортаны қалыпты жағдайда ұстау. Осыған біз қаншалықты үлес қосып отырмыз? Я, анда-санда сенбіліктерге шығамыз. Өзімізге берілген аймақты тазалап жинаймыз. Кейде мектептің алдындағы гүлдерге, ағаштарға қараймыз. Менің ойымша, тек осымен шектелетін сияқтымыз. Біз күнделікті өмірімізде қоршаған ортаны қалайша сақтап қаламыз, не істеуіміз керек деген мәселелерге салғырт қарап жүрміз. Экологиялық білім мен тәрбиені қалай беруге болады? Еліміздің табиғатын қалай сақтауымыз керек? Не істеуге болады? Жауабыңды күтемін. Ақылдасайық. Еліміздің ертеңі біздің қолымызда. Дескриптор кестесіне назар аударайық. Мәтінді түсініп оқиды, сұрақтарға жауап береді 1 балл. Автордың нұсқасын жалғастырады 1 балл. Өз нұсқасын жазады 1 балл. Мәтіннің мазмұнын түсініп оқиды 1 балл. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.